Бұл видеода біз Google компаниясының инновациялық құралын Notebook LM'ді қарастырамыз. Notebook LM жасанды интеллект негізінде жасалған. Notebook LM ақпаратты талдауға, дербестендірілген материалдар жасауға және оқу процесін оңтайландыруға көмектеседі. Notebook LM'ді пайдалану үшін Google аккаунты қажет болады. Жұмыс істеуді бастау үшін іздеу жолағына notebooklm.google.com деп тереміз. Блокнот жасау үшін плюс белгісін басамыз. Сол жақ жоғарғы бұрышқа блокноттың атауын енгізіп, дереккөздерді жүктейміз. Сіз PDF, мәтіндік файлдар, Google құжаттары, веб-сайттарға сілтемелер және YouTube видеолары сияқты түрлі форматтағы ақпаратты жүктей аласыз. Пайдаланушылар дереккөздегі ақпарат бойынша сұрақтар қоя алады, немесе Notebook LM ұсынған сұрақтарды пайдалануға болады. Notebook LM жауаптарды цитаталармен бірге ұсынады. Бұл құжаттағы тиісті бөлімдерді тез табуға мүмкіндік береді. Notebook LM мазмұнды қысқаша баяндайды, әдеби шығармаларды талдайды және негізгі тақырыптар мен кейіпкерлерді бөліп көрсете алады. Notebook LM ғылыми мақалаларды талдап, диаграммалар мен кестелер жасай алады. Міндетті түрде ескертпелерді сақтаңыз. Олар беттің оң жағындағы қойындыда көрсетіледі. Notebook LM ақпаратты іздеу және конспект жасау сияқты күнделікті тапсырмаларды автоматтандырып, уақыт үнемдейді. Сондай-ақ Notebook LM мәтіндік материалдарды аудио форматқа түрлендіре алады. Бұл оларды тыңдауды ыңғайлы етеді. Бұл жағдайда екі спикер сөз жүктеген материалдарды пайдаланып, тақырыпты талқылайды. Өкінішке орай, бұл функция әзірге тек ағылшын тілінде қолжетімді. Today, we're going to be diving deep into the world of AI in education. Oh, yeah, hot topic these days for sure. It really is. And we've got a ton of fascinating sources to dig into. We're looking at academic papers from Kazakhstan, research from Russia, even a presentation about how students in pedagogical colleges are already using AI. Ноутбук арқылы сіз жобалар мен зерттеулерді бірлесіп жұмыс істеу үшін оны әріптестеріңізбен және достарыңызбен бөлісе аласыз. Блокнотты толық немесе тек чатты бөлісу мүмкіндігі бар. Notebook LM-нан негізгі оқиғаларды белгілеуді, хронологиялық кесте мен дереккөзде аталған тарихи оқиғалардың тізімін жасауды сұрай аласыз. Сондай-ақ нақты сұрақтарға жауап таба аласыз. Осы мысалда Notebook LM тақырып бойынша презентацияның құрылымын әзірледі. Notebook LM білім беру процесін тиімді басқаруға көмектеседі. Мысалы, ол отчет негізінде SWOT анализ жасап, күшті және әлсіз жақтарын, мүмкіндіктер мен қауіптерді бөліп көрсетеді. Сондай-ақ, шешім қабылдауды жеңілдететін қысқаша және түсінікті шолу жасайды. Notebook LM-нің бірнеше артықшылығы бар. Бұл уақытты үнемдеу, тиімділікті арттыру, дербестендірілген тәсіл және интуитивті интерфейстің арқасында пайдалану қарапайымдылығы. Бұл білім беруді жаңа деңгейге көтеретін қуатты құрал. Бүгіннен бастап Notebook LM-ді қолданып, жаңа мүмкіндіктерді ашыңыз.